Айгүл Жолдасбайқызы Кемелбаева 1965 жылы наурыз айының 21 күні Шығыс Қазақстан облысы, Семей өңірі, Абай ауданы, Құндызды ауылында жазушы, әдебиеттанушы, кинодраматург, эссеші. 1982 жылы Қазақ орта мектебін бітірген. 1984 және 87 жылдары КазМУ-дың журналистика факультетінің 3 курсын оқыды. 1989 және 94 жылдар аралығында Москвадағы Максим Горький атындағы әдебиет институтының проза бөлімінде оқып бітірді. Мамандығы әдеби қызметкер. Бүгінгі қазақ қоғамында қазақ прозасының жаңа көкжиегін танытқан. Оны модернистік және постмодернистік ағымның тың тұрғыдан танылуы десек те болады. Қазіргі қазақ прозасындағы модернистік және постмодернистік өнері тәуелсіздікке қол жеткізген тұста қаламгерлердің көркемдік шығармаларындағы поэтикалық әлемі мына жазушылардың туындыларында талданады. Ол жазушылар: Төлен Әбдіков, Мұхтар Мағауин, Абдрахман Асылбек, Роза Мұқанова, Айгүл Кемелбаева және тағы басқалары. Көптеген зерттеулер деректерінде Айгүл Кемелбаеваның Тобылғысай ағаш үй әңгімелері талданады. Қазіргі таңда есімі ерекше аталып жүрген жас қаламгердің бірі Айгүл Кемелбаева. Ол шыншыл әрі шынайы жазушы. Прозаның хас шебері. Қазіргі кезде Айгүл қазақ әдебиетінің белді өкіліне айналған. Көркемдік әлемін барлық туындыларда басты арқау етті. Жазушы шығармалары жанрлық, композициялық, жалпы тілдік стилистикалық жағынан ерекшеленіп тұрады. Туындылардағы ерекше тілдік өрнектер қаламгердің суреткерлік шеберлігін айқын аңғартады. Қаламгердің шығармашылығы туралы баспасөз беттерінде бірнеше пікірлер айтылып жүр. Шығармашылығын, қаламгерлік тағдырын терең білген білікті әдебиет сыншысы Пірәлиева жазушыны жоғары бағалай келе мынадай пікір айтқан: Бұрын-соңды қазақ прозасында байқала қоймаған жақсы көркемдік, оның әрбір теңеуі, әрбір салыстырулары әлемдік әдебиет әлеміндегі көркемдік құбылыстармен, ондағы кейіпкерлер өмірімен, тіршілігімен, іс-әрекетімен іштей үндесіп, үйлесіп жатады деген.